Сәлем барлықтарына, сіздермен бірге мен қайтадан Бауыржан. Сізде мынандай жағдай болды ма? Монетаның ессіз қарқынмен жоғары ұшып бара жатқанын көресіз. Шыдамай сатып алу батырмасын басасыз. Дәл сол сәтте баға кері бұрылып кетеді. Төмен қарай құлдырай жөнеледі. Сіз үлкен минуспен қалып, нарық мәні арнайы аңдып отырған сияқты ойлайсыз. Таныс естіледі ме? Я, ауыр. Негізінен нарық сізді аңдып отырған жоқ. Сіз жай ғана трендтің ең соңында мәмілеге кірдіңіз. Сол кезде ірі қорлар, дәл сіз сияқты тәжірибені сатып алушылар, нарық өз пайдасын фиксация жасап қойған болатын. Сабақта біз техникалық талдауды бұрылыс фигураларды қарастырамыз. Есіңізде болсын, жаһандық трендте ешқашан бір секундта бұзылмайды. Бұрылмас бұрын график бізге әрдайым белгілер қалдырып кетеді. Олар қос төбе, қос түп немесе атақты бас пен иық фигурасы болуы мүмкін. Егер сіз осы белгілерді оқуды үйренсеңіз, енді ең жоғарғы нүктелерге кіріп, ақшаңызды ақылды капиталға беруді тоқтатасыз. Сіз кәсіби трейдерлермен бірге пайданы фиксация жасай бастайсыз, және мәмілеге жаңа трендті ең басты кезеңнен кіретін боласыз. Бүгін Texas Академиясына бұрылыс паттерндеріне ерекше назар аударамыз. Себебі қозғалыстың аяқталуын дер кезінде тани білу бұл тәуекелге менеджментке ең жоғарғы деңгей. Дәл осындай сабырлы әрі салқынды шешімдер сізге тұрақты түрде және артық жүйесіз табыс табуға мүмкіндік береді. Біз кетіп бара жатқан пойызға секіруге тырыспаймыз. Біз графикті нақты бұрылыс сигналдарының қалыптасуын күтеміз, содан кейін ғана әрекет етеміз. Енді назарға экранға аударайық. Дайын болыңыздар. Мен сіздерге осы көпшілікке арналған қақпандарға қалай түсіп кетпеуге көрсетемін, және қалай тәжірибелік түрде табыс табу көзін қалай фиксация жасау керек екенін көрсететін боламын. Тәжірибеге көшейік. Назарларыңыз экранда болсын. Саламатсыздар барлықтарыңызға тағы да әрі қарай сабағымызды жалғастыра кетсек, бүгінгі таңда біздің қарастыратын тақырып ол кері айналымға кететін фигуралар. Яғни да егер де графикте осы фигураларды көретін болсаңыздар, яғни біздің графигіміз қарама қарсы бағытта кетеді деген ықтималдығы өте жоғары. Бірінші бізде қазір эфирдің графигі ашық тұр, осында жұмысымызды жалғастырайық. Так, бірінші сіздерге түсіндірейін. Бірінші суретте бізде белгілі бір график төменнен жоғары келе жатсын, и келе жатқандан осындай бір біздің графиктің ішінде сурет салына бастайды. Ол суреттің атын біз екі төңіректі фигура деп атаймыз, немесе де орысша терминологиямен айта кеткенде, көбінесе осы трейдинг жүйесі бойынша орысша терминологиямен бәріміз байқағандай көп жиі кездеседі. Две вершины дейді. Осындай фигураны көретін болсаңыздар, мысалы белгілі график көтеріліп келе жатыр. Ол міндетті түрде көтеріліп келу қажет осы жағдайға дейін. Осындай сурет салынбас бұрын. И осындай сурет салынғаннан кейін сіздер осы суретте кішкене осы жақта фитильдары шығып тұруы мүмкін, немесе де мына жақ кішкене төмен болуы мүмкін. Дененің өзі, яғни да біз ана сабақтарда өткенде белгілі свитча болатын болса, свитча деген мынау фитильдары болып келеді, а мынау дененің өзі. Түсінікті. И қараңыздар, осылай шығып болуы мүмкін, бірақ та бұлай көз қарасқа көрінгенде бұл екі төңіректі, екі вершиналы сурет пайда болады. Сосын сіздер оны аласыздар да бұлай сызасыздар төменгі жағын. Төменгі жағын осылай сызып, и жоғары жағын осылай сызып қойсаңыздар болады. Сосын осы жерде біз мынаған қалай кіреміз? Мынандай суретті көріп тұрсаңыздар, ең бастысы, егер де мына төменгі екінші төңіректің түп жағындағы осы графиктің немесі жалғасы мына жерде бұлай тесіп өтіп кететін болса, яғни да сіздер осы жерден мені тесіп өткеннен кейін, яғни да тесіп өткен соң жерде бір свитча пайда болады қой, шам пайда болған кезде, ол шам толық жабылғанша дейін күтесіздер. Ол жабылып жатқан кезде, немесе жабылып болғаннан кейін дене шығады қой, сол дене шыққан кезде осы жерден сіз ары қарай, сіздер осы жерден ары қарай немеге кірсеңіздер болады. Точка входа. Біздің точка входамыз осы жерде болып табылады. Яғни да сіздер осы жерге кірген кезде, ол ары қарай біздің графигіміз, біздің тәжірибеміз бойынша осы жерден кірген кезде, мына бірінші, екінші вершинаның примерно ұзындықтары бірдей болады. Сосын оны алып, осы жерге қойған кезде, оның жету
ең соңғы таргеті ол мына жер болу қажет. Көріп отырғаныңыздай осы жер болу қажет. Примерно максимум біздің тәжірибеміз бойынша ол мына жерге дейін келуі қажет. Бірақ та біз кішкене жоғарырақ қоямыз осы жерге. Сосын сіздердің осы жердеріңізге take profit қоясыздар. Белгілі бір брокерді жұмыс істегеннен кейін take profit осы жерде. Ал стоп-лоссты примерно тех анализ бойынша егер мынаның ортасынан бөлетін болсақ, бірінші стоп-лосс мына жерге. Екінші стоп-лосс мен осы жерге қойсаңыздар болады. Стоп-лосс. Одан кейін стоп-лосс мына жерге. Қалай екі стоп-лосс? Бір, екі дей салайық. Қараңыздар. Бізде көбінесе осы графикалық түрде келген кезде график теханализ бойынша ары қарай кетуі болса да көптеген биржаларда маркетмейкерлар жұмыс жасайды. Маркетмейкердің основной мақсаты басқа адамдардың, яғни осы брокерлық трейдинг жүйесін жұмыс істейтін адамдардың, торговля жасайтын адамдардың ордерларын былайша айтқанда жауып тастау. Мысалға белгілі бір маркетмейкер ол график осы жерден кесіп өткен өзінде де ол қайтадан былай келіп, мына жерде тұрған бүкіл стоп-лосстарды жауып алып кетіп, одан кейін ары қарай заңдылық бойынша төмен қарай кетуі мүмкін. Сол себепті көбінесе мен өзім тәжірибем бойынша мына жерге қоям. Біздің шығаратын прибыль мен біздің осы жоғалтып алатын убытоктың айырмашылығы өте қатты болуы мүмкін, бірақ та қараңыздар. Мысалы, мына жердің өзіне кірген кездің өзінде бізде бірақ бірде бір болып кетеді. Ол өте, қалай айтсам болады, торговляға өте тиімсіз болып келеді. Бірақ та біз әрбір адам өз стратегиясы бар. Мысалға, мен мына жерге кірген кезде белгілі $100 кіретін болсам, $100. Негізгі анализ бойынша стоп-лосс мына жерде болу керек. Мен 3-1. Біздің үйреткеніміз бойынша 2-42, 2-46-та 1 соотношение. Енді қараңыздар, мысалға, график мына жерге дейін барды. Немесе осы жерге дейін барды. Біз методом перекрывания, яғни усреднение деген бізде тәжірибеміз жүзінде, мен өзім тәжірибем жүзінде, усреднение деген мен өзім стратегиямды қолданам. Егер де график мына жаққа дейін баратын болса, мына жерге дейін баратын болса, мен қосымша тағы да осы сделкаға, на шорт позицияға кіретін боламын. Уже басқа сумма кіретін боламын. Сол кезде мына жерге кірген бағам ол кішкене көтеріледі мына жерге дейін, немесе мына жерге дейін. Сосын график ол, кез келген график ол әрдайым көтеріліп, әрдайым түсе беру мүмкін емес ол. Сол себепті белгілі коррекция болған кезде мен әрбір сделкада, мысалы 5 минуттық немесе сағаттық сол немеге нарықтың байланысына, нарықтағы таймфреймға байланысты мен кірген 1%, 2%-тық сделкаларды жауып отырам. Мысалы, мына жерде кіретін болсам, усреднение мынаған дейін келді, яғни 8.24 эфириумды сатып алдық дейге. И ол жерде 8.24 ол 1%-қа түскен кезде, яғни $8 түскен кезде, сол жерге стоп-лосс қойып, мен өзімнің прибылімді жауатын боламын. Мен сіздерге қысқа түсіндіріп кеттім, не себепті стоп-лоссты екі жерден қойған. Стоп-лоссты екі жерден, ал мен өзім тактикам бойынша методом усреднение, перекрывание, яғни осылай кіретін боламын. Ол туралы тағы да түсіндіреміз келесі сабақтарда. Енді дәл осындай фигураны ол құлап бара жатқан кезде де көрсеңіздер болады. Ол мысалға белгілі бір график құлап бара жатыр. И құлап бара жатқан кезде дәл сондай екі вершинаны шығарады. Екі вершинаны шығарған кезде осы жерден сызасыздар. И мына жерден де дәл солай сызатын боласыздар. Ол міндетті түрде ол фитильдары шығып тұру мүмкін, немесе фитильда дене шығып тұру мүмкін. Но примерно көріп отырғанда визуалды түрде ол двойной вершина көрініп тұруыңыз қажет. Сосын дәл осылай
осылай жазасыздар. И мына жерде міндетті түрде ол тесіп өтуі қажет. Тесіп өткен кезде осы жерден алып, мына жерге осы сделка кіресе. Ол тесіп өткен кезде міндетті түрде ол жерде дене пайда болу керек, яғни да шамның денесі. Сосын ары қарай, сосын және айта кеткендей, мына жерге сіздер take profit қоясыздар. Мына жерде примерно ортасы деп алатын болсақ, стоп-лоссты мына жерге қойып, ары қарай сделка бойынша жалғастырып кетесіздер. Мен өзім мына жерге қоям примерно. Егер осы жерге көтерілетін болса, метод усреднения ол лонг позицияға мына жерде мына ситуацияда кіретін боламын. Бұл біздің бірінші фигураларымыз. Және де қандай фигуралар болуы мүмкін емес осыған ұқсайтын. Так, қараңыздар, мынандай фигураларды көрсеңіздер, мысалы белгілі график көтеріліп келе жатады, и осындай сурет салады. Так, мына жерде дұрыс салмадым. Так, былай салайық. Белгілі график көтеріп келе жатыр. Көтеріп келе жатқаннан кейін ол түсіп осындай сурет салады. Мысалға, мына жерде сіздер двойной вершинаны көріп отырсыздар. Ол мынау төңкеріліп тұрған кездегі, бірақ та мынандай төңкеріліп тұрған кездегі, егер де ол осыған дейін көтеріліп келе жатқан көрсеңіздер, мынандай двойной вершина болмайды. Яғни да екі төңіректі фигура суретіміз болмайды. Мынандайды сіздер нарыққа кірмейсіздер, торговля жасамайсыздар. Оны алып тастасаңыздар болады. Сосын дәл солай құлап бара жатқан кезде, сіздер былай көретін болсаңыздар, мысалға, мына жерде ол осыған дейін көтерілу қажет. Сон көтерілген кезде ғана торговля жасайтын боласыздар. Осы бейне материалды қайтадан көрсеңіздер, және түсіндіріп кеткені бойынша түсінесіңдер қандай немен айтып отырмын, қандай немелерді көрсеткен болатын. Және екі фигураны егер де түсіп бара жатқан кезде керісіншегі бізде екі төңірек жасайтын болса торговля жасамаймыз. Көтеріліп бара жатқан кезде де, құлап бара жатқан кездегі фигураны жасайтын болса, ол кезде де торговля жасамаймыз. Қазір практикалық түрде көрсететін боламын. Оны сол графиктің өзінде де көрсеңіздер болады. Қазір екінші біздің нарықтағы кездестіру мүмкін фигураларымызды айта кетейін. Қараңыздар, ол мынандай. Белгілі көтеріліп келе жатыр. Сосын түсті, сосын көтерілді, сосын түсті, сосын көтерілді, сосын түсіп бара жатыр. Бұны біз екі иық бас деп атаймыз. Қазақша терминология, орысша терминологияда две голова и две плечи дейміз. Қараңыздар, мына жерде қалай біз нарыққа кіреміз? Нарыққа кіру барысында, бірінші біз осындай суретті көріп отырсаңыздар, мынандай суреттер көбінесе жиі кездеседі. Осы біздің нарықта да, нарықтың әрбір немелерінде де, графикта да. Мына жерде қалай торговля жасаймыз? Қараңыздар, егер сіз осындай сурет көріп отырсаңыздар, бірінші осылай сызып аласыздар, астынан біріншіден екінші, немесе де ол былай да болуы мүмкін. Көтеріліп келе жатыр, түсті, көтерілді, и тағы да түсті, и көтерілді. Ол осындай да болуы мүмкін. Жақтан бұлай жалғасып кеткені. Енді мына жерде мынаны күтесіздер, қараңыздар. Ол ары қарай төмен қарай кетуі қажет. Мына жаққа дейін кетуі қажет. Уже тез өткен кезде свеча пайда, толық денелі свеча пайда болу қажет. Сосын ол свеча пайда болған кезде сіздер мына үлкен үшбұрыш деп айтсақ, үлкен үшбұрыштан осылай есептейсіздер. Осылай есептеу бойынша мына жерге тез өткен кезде қоясыздар. Соң қойып осыны сіздің take profit примерно мына жерде. Сосын мына жерде дәл солай тез өткен кезде
былай аласыздар да осы жерге былай қоясыздар. Қатты қиын емес, бүкілі түсінікті деп ойлаймын. Ең басты практикалық түрде көп қажет болады. Сосын кірген кезде стоп-лоссты примерно ортасына немесе бірінші осының төбесіне қойсаңыздар болады. Мына жерде осының төбесіне қойсаңыздар, сіздерді соотношение прибыль қарайық. Соотношение прибыль тым аз болып кетеді. Көбінесе ортасына былай қойсаңыздар, 1,86 немесе де 1,91 осы жерден осындай болады. Әрбір жағдайда әртүрлі. Көбінесе мына жерге қоятын кезде көбінесе бас үлкен болуы мүмкін, яғни ортасындағы үшбұрыш. Сол кезде мына жерде тейктарыңыз ұзынырақ болады. Мына жерде көбінесе қарастыратын нәрсе, ол тоже маркетмейкер, ол былай алып, былай астыға түскен кезде, былай түскен кезде, ол қайтадан көтеріліп, мына тейктарды, стоп-лостарды жауып кетуі мүмкін. Немесе де мына жерде сіздер кірген кезде, мысалы депозиттарыңыз, яғни осы нарыққа кіретін суммаларының $100 болатын болса, $100. Оны сіздер 2-ге бөліп, $50 бірінші осы жерде кіріп, астыға түскенін күтіп мына жерде жапсаңыздар болады. Немесе де ол көтеріліп кеткен кезде мына жерде екінші точка хода, бірінші точка хода болатын болса, бірінші, мына жерде ол екіншісіне кірсеңіздер болады. Сосын осылай, мына жерде де дәл сондай ситуация. Основном мынаны торговля жасаған кезде қазір график түрінде көрсетейін. Графикта нақтырақ көрсеткіші жақсы болады. Так, міне, қараңыздар, біздің бірінші сурет түсінікті деп ойлаймын. Егер де сұрақтарыңыз болса, қойып кетсеңіздер болады, жазып комментарийға, немесе де осы бейнематериалды қайтадан қарап көрсеңіздер, сұрақтарыңызға жауап табасыздар деген ойдамын. Азамат, риск прибыльді және түсіндірген осылай болып есептейсіздер. Көбінесе осы жерде қарап тұратын нәрсе, дәл осылай мысалы құлап бара жатқан кезде де голова и плечи болады. Мысалы құлап бара жатқан кезде белгілі нарық құлап бара жатыр. Көтерілді, түсті, көтерілді, түсті, түсіп бара жатыр. Сосын осы жерден де бұлай есептеп, арықтан жерде тесіп отқанын күтіп, осы жерден арыққа кірсеңіздер болады. Мына жердегі ортасында біріншісі, стоп-лосс, жерде бізде take profit тұрады. Жерде бізде стоп-лосс. Екіншісі. Основном осы. Дәл солай, мынандай көтеріліп бара жатып, керісінше осындай фигура істейтін болса, ол кезде де оны қарастырмайсыздар. Мысалы, көтеріліп бара жатып, ол түсет, көтерілет, түсет. Осылай көтерілет. Мынандайды да қарастырмайсыздар, себебі ол көтеріліп бара жатқан кезде ғана мынандай сурет салатын болса ғана нарықта торговля жасайсыздар. Ал керісінше наоборот головой плечи жасайтын болса, егер де көтеріп бара жатқан кезде, оны торговля жасамайды. Дәл осындай ситуация тоже түсіп бара жатқан кезде де. Енді практикалық немеге көшейік. Бізде эфирімнің графигі, так, мына жерде. Негізі көп. Міне, мына жерден мынаны қарастырсақ болады. Белгілі бір график мына жерден түсіп келе жатты. И одан кейін мынандай сурет бізде шығарып тұр. Қараңыздар.
Андай бизде сурет чыгарып тур. Так. Бізде голова и плечи. Не көріп тұрсыздар, иә? Сосын мына жерден былай сызамыз. Төңкеріліп тұрған бізде голова и плечи. Сосын осы жерден тек аламыз. Мына жерде сындырып өткен кезде ғанақ. Мынау сындырып өтті, уже екіншісінде ол толыққандай еткеннен кейін сіздер мына нарыққа кірсеңіздер болады. Кірген кезде сіздердің нарықтағы көрсеткіштерін, сделкаларыңыз примерно мына жерден сызайық. Примерно бір күннің ішінде 8%-ға. 8%-ға и мына жерден тек қоятын болсақ, короткая позиция, длинная позиция. Так, осы жерден былай қоятын болсақ, примерно егерді бізде мына жерде кіретін болсақ, целіміз мына жерге дейін қоятын болсақ, 1.43. Ал егер теханализ бойынша кіретін болсақ, теханализін үйреткенім бойынша, біз 2.42 деп есептесек, примерно осы соотношение риск-прибыль. Міне көріп отырғаныңыздай. Так, тағы да міне, бірақ та мына жерде салынбаған дұрыс түрінде де. Так. Мынаны алсақ болады. Бұнда айқын түрде көрініп тұрған жоқ. Так, бірақ мынаны салып көрсек. Бұлай. Сымбық ететін көлеңкесі салатын болсақ. Так. Мына жерде сөмкемізде. Примерно осыған да ұқсайтын. Так, көріп отырсыздар, иә? Так, тағы да міне мынаны алсаңыздар болады. Бірақ та мына жерден оғанға дейін ол былай құлап келе жатты нарықтан. Сосын осы жерден ол бізде двойной вершина қаттырақ ұқсайды екен. Так, егер нарықтан құлап келе жатты, мысалы оғанға дейін құлап төңкерілген түрін жасаған болады. Мен осылай алатын болсақ, мына кей кезде қай кезде көлеңке алу, қай кезде көлеңке алу қажет жоқ екенін қарастырсаңыздар, ондай сұрақтар тоже жиі туындайды. Ондай сұрақтар жиі туындаған кезде бұған былай жауап берсек болады. Бұл жерде көбінесе тәжірибе қажет. Мысалы сіздер көріп отырсыздар, мынандай суретке ол ұқсайды. Ол суретке ұқсау бойынша кей кезде көлеңкесін аласыздар, кей кезде алмайсыздар. Насмотренность деген болар ғой. Сосын оны алу бойынша сіздер нарыққа кіріп, тәжірибе оның ең басты тәжірибе керек. Мысалы қараңыздар, бұл түскен, мына жерде тез өткен соң түскен, бірақ та ол көтерілген. Мына жерде есептейтін болсақ, примерно мына жерде бұлай есептейтін болсақ, жер ортасы, мына ортасын алатын маркетмейкер жеткен жоқ, бірақ та мына жерге теханализ бойынша осы ортасы мен сон түп жағындағы кіретіндердің олар стоп-лосстарын жеп кеткен. Осындай жағдайларда болады. Так, осы жерден енді біздің тейкімізді есептесек, тез өткеннен кейін примерно
мына жерде кірдік дейік. Мына жерде кірдік. Осы жерден и біздің тейкіміз мына жерде. И мына жерге жеткен кезде қанша уақытты алады екен. Мен осы жерден сделка кіретін болсақ, біздің сделкамыз 2 күн ішіне 5%. Мынау енді часовой таймфреймді. Сол, ал стоп-лоссымызды есептейтін болсақ, так. Мен мына жерде дедіге. Керісінше басқасына қойыппын. Так. Мына жерден, егер теханализ кіретін болсақ, біздікі 2,52, 2,59 ортасын алатын болса 1,58 болып кетеді. Өзін осы жерде кірген кезде, егер де мына жер тез өтті, мен мына жерде кірдім, яғни сделкаға, нарыққа кірген болатын. Нарыққа кірген кезде, егер де ол график мына жаққа дейін түсіп, осы жерге дейін келетін болса, немесе мына жерге дейін келетін болса, мен методдан прикрывания, яғни сол минусқа кетіп қалмау үшін қосымша тағы да нарыққа осы немеге кіріп, сделкаға кіріп, лонг позицияға ашушы едім. Сол кезде ол мына жерден бүкіл стоп-лостарды алып кетіп, менің нарықтағы менің осы сделкамды усреднение жасап, ары қарай жоғары кетіп, тейкімді осы жерде жабушы едім. Риск мани менеджментпен үйретеміз. Сол жерде қалай кіру керек екен, қандай депозитпен, қандай минуттық таймфреймдерді, қандай индикаторлар бойынша алған дұрыс, соның бүкілін үйретеміз. Міне көріп отырғаныңыздай осындай жағдай, но ең сонда тағы да нені көрсеткен, биткоинда да мынандай не болған. Так. Үшіпсек. Сағаттығы нойды ашайық. Нойды ашқан кезде кезінде де биткоиндадан ондай головой плечи 2 төңірек немесе вершина деген сурет. Мына жерде кішкене асып кеткен болады. Қараңыздар. Мына жерде как раз коррекция болған, еще ликвидность жинаған. Осындай жағдай болған. Так. Мына жерден бұлай ала кетсек. Просто ана күні осы сабақты жазған кезде байқап қалған болатын. Бірақ та мына жерде біздің тейкімізға ол жетпеген. Қараңыздар, көрдіңіздер ме? Жетпеген. Дневной таймфреймдарда осы методың усреднение жасау ол болады, бірақ та ұзақ уақыт. И және де қараңыздар, көбінесе лонгқа да, шортқа да кіруге болады, бірақ та нарықтың трендіне қарау керек. Трендқа деген, тренд біздің досымыз дейді ғой, ешқашанда мысалға сіздер мынандай фигура көріп отырсыздар, осында фигура шығып тұр. Бірақ та ол фигура қалай шығып тұр? Ол осыған дейін тренд көтеріліп бара жатқан кезде шығып тұрса, көтеріліп бара жатқан кезде, яғни тренд ол неме бычий тренд болып тұр. Ол кезде сіздер кіруге болады. Яғни да разворотный фигураның өзіне де. Яғни сіздердің позицияларыңыз лонгқа кететін болса, ал тренд ол бычий тренд болады. Ол кезде кіруге болады методның усреднения. А егер де ол наоборот медвежий тренд, бірақ та сіздің позицияңыз лонгқа кететін болса, ол кезде стоп-лосспен кірген дұрысырақ болады. Себебі ол нарық жоғарыға қарай кетіп бара жатыр ғой. Сол жоғарыға қарай кетіп бара жатқанда сіз шорт позицияңызды көбірек тосып қаласыздар болашақта. Ол 10 күнге, 15 күнге, бірақ та прибыль қашасыз, бірақ ұзақ уақыт тосу қажет. Осы. Оны толығырақ ары қарай көрсететін боламыз. Егер мына сабақта бірдеңе түсінбегендіктеріңіз болса, түсінбеген бір нәрсе болса, қайтадан қарасаңыздар, немесе комментарийға жазып кетсеңіздер сұрақтарыңызға міндетті түрде жауап береміз. Сол, назарларыңызға рахмет. Сіздермен бірге келесі сабақта кездескенше.